Ең біріншіден барлықтарыңызға келгендеріңізге рахмет. Яғни бүгін біздің тәуелсіздік тірегі мемлекеттік тіл тақырыбындағы дөңгелек үстелді, сонымен қатар біз шығармалар байқауын, ана тілім ардағым атты шығармалар байқауын жариялаған едік. Соның бүгін жеңімпаздарын марапаттау рәсімін өткізгелі отырмыз. Бүгінгі біздің қатысушылар, яғни Есенбек Айдар Рахымжанұлы, Алматы қаласы ішкі саясат басқармасының Әуезов ауданы бойынша аумақтық бөлімінің бастығы, Нысаналиев Мұрас Нұрланұлы, Әуезов ауданы әкімінің аппараты мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің бастығы, Болат Наукенұлы, Қазақ елі халықтық бейнелі энциклопедия сайтының бастығы. Сіздердің алдарыңызда сонымен қатар осы сайттың барлық мәліметтері жазылып тұр. Конкуров Станислав Владимирович, Қазақстан Республикасы президентінің Қазақстан 2030 бағдарламасын қолдау қоғамдық қорының вице-президенті. Жұбатханова Асем, бір ел басы республикалық шығармалар байқауының Алматы қалалық жеңімпазы. Егемберді Назипа, номер 119 орталық мектебінің қазақ тілі кафедрасының меңгерушісі. Аманбеков Мейрамбек, Әуезов ауданы жастар ісі жөніндегі комитет төрағасының орынбасары. Және де біздің қатысушы оқушыларымыз, жеңімпаздар, олар Қалауова Гүлзира, Омархалинова Айгерім және Байшонова Айгерім. Яғни бүгін тіл байлығы ол әрбір елдің ұлттық мақтанышы. Ол атадан балаға мирас болып қалып отыратын баға жетпес мұра. Сондықтан ол қастерлі де құдіретті деп ойлаймыз. Халықтың тәуелсіздігінің ең басты белгісі оның ана тілі. Ұлттық мәдениеті жоқ ел ешқашанда егеменді ел бола алмайды. Болуы мүмкін емес. Оның барлығымызды білеміз. Қазақ тілінің тағдыры үшін күрес соңғы 100 жылда бірде-бір толас тапқан жоқ. Ұлы Абайдың заманын айтпағанда Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсыновтар бастаған алып топ тіл мәселесіне ерекше мән беріп, оның шексіз байлығын, суреткерлік қуатын, бейнелігі мен саздылығын көркемдік сапаға жеткізді. Бүгінгі біздің дөңгелек үстел барысында яғни біз бірінші сөз кезегін баяндамамен Ағайса Елена Жамеловна Қазақстан жазушылары кітапханасының директорына береміз.